Асқабақтан жасалған тәттіні көңіліңіз қалағанша жеңіз. Нәзік, жеңіл, тіске жұмсақ, ұртыңызда еріп кететін тәттінің дайындау жолын сақтап алыңыз. Алдымен асқабақты тазалап, пешке 180 градуста 40 минут салып пісіріледі. Асқабақ суығанша 10 грамм желатинді 50 грамм суға араластырып, ертіп қоясыз. Суыған асқабақты блендермен араластырып, үстіне бал, ванилин, қаласаңыз корица қосасыз. Қойытылған сүтті 30 градусқа дейін жылытуға отқа қойыңыз. Сүт жылығанша лимонның жарты қабығын үгітіп, асқабаққа араластырыңыз. 10 минут суда еріп тұрған желатинді сүтке араластырасыз. Желатин ерігенше жақсылап араластыру міндетті түрде. Дайын болған сұйықты асқабақпен тағы араластырасыз. Кекске арналған силикон болмаса бір қолданатын қағаз формаға дайын қоймалжыңды құйып, 5 сағатқа тоңазытқышқа қоясыз. Жатарда қойсаңыз, келесі күні дайын болып тұрады. Қонақ шақыратын болсаңыз, бір күн бұрын дайындауды ұмытпаңыз. Дайын болған тәттіні ыдыстан босатасыз. Қағаз форма болса қалдырыңыз. Балаңызбен бірге дайындайтын болсаңыз, қызықты болу үшін жан-жануардың формасы болса тіпті жақсы. Тілде мамық, қардай еритін тәттіні дайындап дәмін көріңіз. Пайдалы әрі шоколад орнына.